24-ші есеп. Есептің жауабына кері санды табыңыз. Мына жақта бізге сатылы бөлшек берілген. Сатылы бөлшекті біз ең астыңғы амалынан шығаруды бастаймыз. Мына жақта амалымыз 1 азайту 2-ден 1. Бірінші амалдардың ретін нөмірлейік. Мына жақта бірінші амалымыз, кейін екінші ол бөлу болады, 3-ті шыққан санға бөлу. Кейін 8-ден азайтамыз шыққан санды. 4-ші амалымыз ол бөлу, 4-ті бөлеміз астында шыққан санға. 5-ші азайту, дәл солай. 6-шы ол бөлу. Енді бір-бірден амалдарды орындаймыз. 1 азайту 2-ден 1. 1 бүтіннен азайтқанда 2-ден 1-ді, 1 бүтінді біз 2-ден 2 деп жазамыз. Қараңыз. Ыңғайлы болу үшін, мына жақта бөлімі 2 болса, мына жақта да 2-ден 2 деп аламыз. 1-ді 2-ні 2-ке бөлсек, ол бәрібір 1 болады. Бірақ енді бөлшекті азайту ыңғайлы. Мына жақта шығады 2-ден 1 енді. Өйткені бөлімі мына жақта көшіріледі, 2-ден 1-ді азайтамыз, 1 шығады. Екінші амал. 3-ті бөлеміз шыққан санға. Үстіңгі сан астыңғы санға бөлінеді. 3 бөлу 2-ден 1. 3-ті біз бұрыс бөлшек ретінде жазамыз. 1-ден 3 көбейту 1-ден 2. Енді бөлімі бөліміне көбейтіледі, алымы алыма көбейтіледі. Шығады 1-ден 6 немесе 6 деп жазамыз оны. Үшінші амал. 8 азайтылған мына жерде мына бөлшек. 8 азайту 6 тең болады 2. Егер 8 азайту 6 ол 2 болса, кейін 4-ші амалымыз ол 4-ті бөлу 10 астында шыққан санға. 4 бөлеміз 2-ге. Шығады 2. Кейін 5-ші амалымыз ол 3-тен азайту мына бөлшек. Бөлшекті азайту 3 азайту 2 тең болады 1. Және соңғы 6-шы амал мына жақта ол 4 бөлінген 10 астында шыққан санға 1-ге. Шығады 4. Енді осы сатылы бөлшектің мәнін таптық. Жауабы шықты 4-ке тең. Бірақ есептің жауабына кері санды табыңыз дейді. Кері сан, мысалы, келтірсем сізге А бөлу Б болса, осы бөлшекке, осы санға кері сан, ол Б бөлу А. Сан жай аударылады. Мынау бізде кері сандар деп жазып аламыз сізге. Енді бізде жауабында 4 шықса, оған кері сан қандай? 4-ті біз 1-ден 4 деп жазсақ болады. Және осы санға кері сан жай аудару арқылы табылады. Сонда кері санымыз ол 4-тен 1 болады. Жауаптардың ішінде 4-тен 1 саны бізде жоқ, бірақ оны ондық бөлшекке аударғанда, егер 4-тен 1 бөлшегін біз үстінде астында 25 қосымша көбейткішке көбейтсек, шығады 100-ден 25. Осы санды енді ондық бөлшекке аударғанда 0,100-ден 25 деп жазуға болады. Жауаптардың ішінен А жауабы дұрыс 0,100-ден 25.